Сәлем достар, сіздермен бірге ProNoob Minecraft. Бүгін мен қалай значок қояды деген видео. Так, ол үшін бізге творческий студия керек. Міне осындай настройканы сурет тұру керек және ютубта. Ютубтың суреті және ютубтың суреті настройканың пішінімен тұру керек. Так, үшін Black Slide. Үшін осындай керек. Мынаны скачай. Неде описаниеде атын жазып кететін боламын, өздеріңіз Play Marketте кіріп жазып кетесіздер. Ол үшін біз алдымен осыған кіреміз. Так, кіреміз де өздеріңіз қалаған обой таңдайсыздар. Так, мен осындай жазу. Так, грек. Мына жерде неше түрлі фотолар толып жатыр. From Gallery. Өздеріңізде үшін нан тілін түсінетін шығарсыздар. Ағылшынша білсеңіздер түсінесіздер, білмесеңіздер түсінбейсіздер деймін ба. Так, біз қазір мына жерден так, дұрыс бір фото тауын. Так, менде дым фото жоқ. Оқтай, мына бар екен Майнкрафтта фото. Так, былай, сәл былай. Қарайчик. Так, міне осы үй жағымда қарай. Yes. Мынаны былай қарай қойайық. Енді мына текстқа жазамыз. Так, А басамыз. Написать. Енді не в тексттің орнына мынаны өшіріп, мынамен өздеріңіз не жазасыздар. Мысалы қазір мен қалай значок қояды. Ой. Так, міне окты басамыз төбедегі. Бұл жерде өздеріңіздің жазғандарыңыз шығады. Міне мен осылайынан нетемін. Так, енді бұның аяққа кіреміз де, так, аға кіреміз. 3D қылып. Так, 3D тұр екен. Так. Сөйттерін таңдаймыз. Соға мен қазір. Так, біз қазір. Ой. Өздеріңіз не түс таңдайсыздар. Қазір міне осыдан таңдайсыздар. Мен қазір көк таңдайын. Ок. Жақсынан боямай қойын, мен сіздер өздеріңіз боятын тауып аларсыздар. Так, енді осылайынан мына былай қарай қойық. Енді бұны өздеріңізге добавить қылып аласыздар. Осыны басып. Астыңғы жағында save as iMac деймі, үшін соны басасыздар, соны таңдайсыздар. Сосын save to gallery. Так.